Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі халықтық парламенттің Қытаймен визасыз қарым-қатынасты жасауды тоқтату туралы баспасөз мәслихатына келіп отырған барша қауым. Сіздерге әуелі өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Мен ежелден бергі қазақ жері болып табылатын, бүгінде Қытайдағы Алтай аймағында туып өскен, ұзақ уақыттық кәсіпкерлікпен шұғылданған әдебиетке жақын Жазира Әсенқызы боламын. Мен 2019 жылы маусым айында елге оралып, қазіргі таңда жеке кәсіпкерлікпен шұғылданып, әрі ерікті түрде қоғамдық жұмыстарға араласудамын. Біздің елге оралуымызда бір ғана себеп бар. Ол болса өз тарихи отанымды өркендетуге, еңбек ету, өз жер, өз елімізді, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген қазақ ұрпағын өсіру. Ал елге оралғасын қоғамдық жұмысқа араласып, белсенділік танытуының себебі біздің елдегі әртүрлі заңсыздықтар мен келеңсіз істердің көптеп белең алу еді. Мен Қытайда Қытай халқымен етене өскендіктен және 2017 жылдағы Қытайдың саяси үйрену деп аталатын лагерінде себепсіз қамалып, бір жарым жыл отырған Қытай лагерінің тірі куәгері ретінде Қытаймен визасыз режимнің болашақта елімізге жасайтын жымысқы саясаттары мен құйтырқы әрекеттерін жақсы білемін деуіме әбден болады. Сондықтан орыспен де Қытаймен де тек визалық режиммен ғана қарым-қатынас жасауымыз өте маңызды. Әсіресе бүгінде 2 миллиардқа жетіп қалған Қытаймен визасыз режим жасау болашақта елімізге мынадай қауіптер әкелетіні сөзсіз. Бірінші, Қытай өкіметі ақш, Түркия, Қазақстан сияқты 26 елді террористік мемлекет деп мәлімдеген. Сонымен қатар қаңтар оқиғасы кезінде билік елге 20 мың террорист кірді деген ақпарат таратты. Егер қытайлар елімізге визасыз келетін болса, еліміздегі базар, ресторан, завод, фабриканың бәріне қытайлар толтырады да, ертең қаңтар сияқты бір ереуіл болса, Қытай өкіметі біз азаматтарымызды қорғаймыз деп ең бірінші әскерін кіргізеді. Бұл туралы айтып та жүрміз. Екінші, қазақтың жерасты байлығын қазып, мұнай мен газымызды, сонымен қатар түрлі дәрілік шөптер мен басқа да жабайы-аңдарымызға дейін қидай сыпырып, Қытайға тасып, аз жылда қазақтар өз жерінде өз байлығын өзі ала алмай, жері экологиялық апатқа ұшыраған елге айналады. Оған бүгінгі айналасында 10 жылдың ішінде Қытайдың отарына айналған Африка елі дәлел. Үшінші, Қытайдағы ұзақ жылдық бір балалы болу саясатының салдарынан қазір Қытайда ер азаматтар күн көбейіп, олардың үйленуі қиындаған. Қытайдың визасыз жасауының бір себебі де осы. Миллиондаған бойдақтарға Қазақстаннан әйел тауып беріп, болашақта жиендер арқылы Қазақстанды жаулау. Оған бүгінгі Сингапур, Филиппин елдерінің жоғарғы бөлігінде отырған қытайлар дәлел. Төртінші, базар жағалап күн көрген саудагер қазақтардың дүкендерін жоғары бағамен сатып алып, Қытайдан тікелей арзан тауарлар кіргізіп, бүкіл базарларды қытайлар иемденіп, қазақтар оларға амалсыз құл болады. Бесінші, Қазақстанда туризм ашып, экономикасын көтереміз деген сылтаумен жасыл жайлау, Айнакөл, көк орман, манат жерлерімізді құмырсқадай қаптаған Қытайға таптатып, қазақтар өз жерінде өздері кіре алмай жерсіз қалады. Онсыз да біздің Зайсандағы Зайсан көліміздің иесі Қытайдың Алтай аймағынан келген Жаңжы деген Қытайдың қарамағына өтіп кеткен. Әйгілі Катон Қарағайдың жер сатып алып, марал бақтырып, саяхат кәсібін ашудың қамын жасап, марал ағзаларын болашақта дәрі жасап Қытайға шығарсам деген жоспарында өз құлағымызбен естігенбіз. Алтыншы, Қытай оқулықтарында балқаштан бері қарайғы жер біздікі деп оқытып, арнайы карта жасаған. Қытай визасыз режим жасаудың ар жағына осы бір сұмырай адам ниеттер жатқандығын түсінуіміз керек. Жетінші, қазақ жастарын Қытайдан тегін оқытамыз деп оң-солын әлі танымаған 11-ші сынып бітірген жас қыздар мен балаларды ішкі Қытайда 5 жыл тәрбиелеп Қытай идеологиясын сіңіріп, зомби етіп, қыздарын қатын, ұлдарын құл етіп, солар арқылы. Сегізінші, Қазақстандағы мектептерге Қытай тілін оқытуды міндеттеп, бара-бара Қытай тілін оқуға да жұмысқа да негізгі тіл етіп, одан өтпегендер жұмыссыз қалдырады. Тоғызыншы, билік миллиондаған қазағымыз визасыз режим арқылы елге оралады деген жалған сылтау айтқанымен, бірақ Қытайдағы қазақ, ұйғыр, дұңған, өзбек, қырғыз, мұңғыз сынды азшылық ұлттардың қолында паспорттары жоқ. 2017 жылдан бері Қытай өкіметі жағынан тәркіленген және интернет құралдар арқылы Қазақстандағы туыстарына қабылдасу шектелген немесе тыңдағыш орнатылған. Сондықтан бұл визасыз режим арқылы Қытай қазақ елге көптеп оралады деу бос сандырақ. Егер ондай оңай жағдай болса, бірінші болып менің бірге туғандарым келер еді. Қазіргі таңда олар келмек түгіл менімен хабарласуына да тыйым жасалған. 10-шы, Қазақстан азаматтары да Қытайға визасыз бара алады деу де мүлдем өтірік. Қазақстан азаматы болып табылатын Қытайдан көшіп келген қазақтардың визасыз емес, визамен де баруына шектеу қойылған. 11-ші, Қазақстанда құпия қызметкерлерін көптеп дайындап, тыңшылық компанияларын құрып, Қазақстанда орнатқан сергек камералар арқылы әрбір қазақты бақылауда ұстап, бұлтшыл белсенді азаматтар тырп еткізбей ұстап түрмеде шірітеді. 12-ші, Қытай келсе нәрестелер жоғалып, адам ағзалары саудаға түсуі көбейді. Маймылдың миын тірдей шырылдатып жейтін, бірінші туыт ұл баланың жолдасын жасартады деп сорпа қайнатып ішетін, ұзақ өмір кешіру үшін нәрестені жейтін Қытай халқы біздің заңы әлсіз әрі кемелсіздігімен қатар әділетсіз жемқор ортаға келгенде ол жауыздықтары
ұсынбаса бәсеңмейтіні белгілі. 13-ші Қытайдағы ірі банктер келіп, Қазақстан банктерін сатып алып, банкке қарыз қазақтың бәрін Қытайға борыштар етіп, жылжымайтын мүліктерін тартып алады. 14-ші Қытай елімізге келсе, жер асты үсті байлығымызды Қытайға ағылуымен қатар, Қытай жалған тауарына тәуелділіктен экономикамызда көптеп Қытайға ағылады. 15-ші Қытайда 2025, 2035, 2055 атты жұмысқы жоспары бар. 2025-ке дейінгі жоспар өз ішінде Қытайдан басқа 55 ұлттың ділін, тілін, салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын жойып, бір ғана Қытай ұлтын жасамақ. 2035-ке дейін соғыссыз айналасында көршілес елдерді жауламақ. 2055-ке дейін дүниеге қожа болып, дүние жүзі бойынша Қытай ақшасы қолданысқа беріп, бір ғана Қытай тілін дәріптемек. Әрқандай бір мемлекеттің заңы мен саясаты сол елді құрайтын ұлттық құқықтық мүддесі мен болашағын қорғау негізінде жасалады. Қытайдың бізбен достығында ішкі есебі бар. Олар Қазақстанмен тек сауда экономика жағында ғана доспыз деп айтады. Ал бізде Қытаймен достығымызда шекара шектеулер болуы керек. Қытаймен бір жол бір белдеу саясаты өзге елдерді жарылқау үшін емес, болашақ Қытайдың дүние жүзіне қожа болу арманның жолы екенін ерекше ескергеніміз абзал. Қазаққа қазақтан басқаның жаны ашымайды. Бір ел орнықтылығын сақтаймын дейді екен, өзге елге тәуелділігін бәсеңдетіп, өз ел ішіндегі өндірісті дамыту керек. Бай мен кедейдің farkын жойып, орта шауқатты халықтың санын молайту керек. Заңдарымызды кемелдендіріп, әділетті қоғам құру керек. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, отаншылдық ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Елдегі қымбатшылықты, жеменқорлықты жойып, зат бағасын және сапасын бақылап басқаруды қатаңдастыру керекпіз. Біз Қытаймен жауласамыз деп отырғанымыз жоқ, бірақ ежелден жылтырағымен жұмысқа әрекеттер арқылы ойын жүзеге асыратын арамызда көршімізге құшағымызды айқара ашып, визасыз қарым-қатынас жасамауымыз керек. Билік халықтың талабын ескеріп, үнін естуге, ескеруге тиісті деп ойлаймын.